Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Қарапайым күнделікті қолданып жүрген көк шайдың беттегі дақты кетіретінін сіз білесіз бе? Қарапайым көк шай қаншалықты әдемілік сыйлайтынын білгіңіз келе ме? Көк шайдың адам ағзасына тигізер пайдалы әсері ертеден белгілі. Оны әртүрлі ауруларға қарсы күрес үшін пайдалану кездейсоқ емес. Мәселен, дәл осы көк шай қан қысымы жиі жоғарылап кететін жандардың мәзірінде бар. Сондай-ақ ас қорыту жүйесінде мәселе болғанда да пайдаланып жатады. Бұдан басқа тері күтіміне арналған түрлі заттар шығаруда да кеңінен қолданылатын көрінеді. Оған кремдер, гельдер, скрабтар, бальзамдар, сусабын және тониктер кіреді. Аталған тізімдегі заттарды қолданғанда құрамынан көк шайдың бар екенін кездестіріп жатамыз. Ал енді көпшілікке кеңінен таныс көк шайдың үй жағдайында бет күтіміне қалай қолдануға болады, осыған кеңінен тоқталсақ. Көк шай бетті ылғалдандырады, ағартады, клеткаларды ашады, қалып қойған дақтарды бірнеше тонға жояды. Әртүрлі типтегі терілер үшін көк шай маскасы. Барлық типтегі бет терісіне қолданыла беретін алғашқы маска шай мен балдан тұрады. Ыстық суға тек қайнап тұрған емес, 5 грамм көк шай жапырағын салып, 10-15 минуттай күтеміз. Содан соң ішіндегі қалдығынан суды бөлек алып, 20 грамм балмен араластырып, таза жуылған бет терісіне жағамыз. 10 минуттан соң салқын сумен жуып тастаңыз. Бұл масканы мамандар аптасына 2 рет жасап тұруға кеңес береді. Келесі құрғақ терілерге арналған көк шай маскасы. Беттің құрғап кетуі мен қабыршықтануын шайдың самасы арқылы арылуға болады. Көк шайдан өзге жұмыртқасының сарыуызы мен ұн қажет. Бір жұмыртқаның сарыуызына 1 шай қасық ұн мен көк шай жапырағын салып, жақсылап араластырамыз. Пайда болған қоспаны көз айналасына тигізбей бетке жағамыз. 20 минут өткеннен кейін арнайы косметикалық мақтамен сүртіп аламыз немесе жуамыз. Бұл масканы 2-3 күнде 1 рет жасап тұру қажет. Келесі майлы теріге арналған маска. Бет тері үнемі жылтырап жүретін нәзік жандыларға да көк шайдың тигізер пайдасы орасан. Қажетті заттар: 20 грамм шай жапырағымен демделген сұйықтық, 20 мл айран және 1 киви. Аталған заттарды блендермен немесе шанышқымен пюре күйіне дейін еземіз. Таза бетке жағып 10 минут қалдырамыз. Содан соң жақсылап жуып тастаймыз. Дақ пен безеуі бар теріге арналған көк шай маскасы. Косметолог мамандар безеумен күресетін жандарға күнделікті 2 кесе көк шай ішіп тұруын кеңес береді. Себебі көк шай іштегі шлактарды арылуға көмегін тигізеді. Ал беттегі кейбір дақтар сол ішкі ағзаның бұзылуынан пайда болатынын дәрігерлер де айтады. Ал маска үшін көк шайды демдеп, формаға салып, мұздатқышқа қоямыз. Күнделікті таңертең 1 мұзды алып, бетті сүртіп тұрыңыз. Міне, қол жетімді заттардың өзімен ақ сізді үнемі толғандыратын мәселелерден біржолата құтылуға көмектесетін маскаларда жасау жолдары осындай. Жоғарыда айтып өткендей, көк шайдың адам ағзасына пайдасы көп. Бұл жолы беттің терісін жақсартып алсаңыз, көркіңізге айналған шашыңызды көк шай арқылы өсіруге болатын келесі жолы айтатын боламыз. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Осы ақпараттарын сіздерге ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше, рахмет.